екеуміз бірден өзгеріп кеттік. Бақыттың, отбасылық бақыттың кілті ер адам өзінің жауапкершілігін алса, әйел адам өзінің жауапкершілігін алады. Өйткені менде реально бәрі әдемі, кәми қуып жатыр, короче. Егер аясаңыз, ез болады еркегіңіз. Уже адам адасу жолына отырады. Всем привет, меня зовут Абдрашид, мы проводим серию подкастных разборов, целью которых является донесение до вас то, что из любой сложной ситуации есть выход. И на примере гостей, которые приходят к нам, мы будем делать определенные разборы, будем выводить инструменты, которыми наши гости пользовались для того, чтобы выходить из тех или иных ситуаций. Потому что на самом деле все сложности, они общего характера. И если в моей жизни происходят какие-то сложности, значит у зрителей, у 20, хотя бы 30% зрителей это повторяется. Поэтому наша задача дать инструменты для того, чтобы вам это пригодилось и было полезно. Вот. Сегодня в гостях у нас лучшая пара. На самом деле мы с ними работаем уже на протяжении 2 лет, да? Плюс-минус. Ну, больше года точно. И за это время у них очень большой апгрейд происходит. И сегодняшняя тема это будут отношения между мужчиной и женщиной. Семейные отношения, как они выстраиваются, как вообще в целом не потерять счастье по пути, когда ты находишься в организации самой семьи. Вот. Сәлем, қалайсыздар? Менің есімім Мағжан, жасым 28-де, кәсіпкер блогермін. Жаңа Абдрашид айтқандай, бізді керемет пара деп таныстырып жатыр, рахмет. Көбісі осылай бір керемет жұп, әдемі жұп деп қызыға қарайтынымыз бар, енді кішкене скромность танытып. Осылай 2 бала шағамыз бар. Алматыда кәсіп жасаймыз, Инстаграмда блог жүргіземіз. Осылай жалпы. Мен есімім Камила, Адилхан Камила. 2 баланың анасымын, Шымкенттің келінімін. Және де блогермін, жұмыс жасаймын, блогерствода жұмыс жасаймын, Инстаграммен жұмыс жасаймын, көбінде үйде отырамын. Ал мен продюсерім, ол менің жаным, өзімнің жан-жарым Мағжан. Негізі әйел мен ер адам бір-бірімен жұмыс жасау мүмкін емес деп айтады көбісі. И бүгін мүмкін екенін осы подкасттан көретін болдым. Маңызды не сол? Мен сол айтпаппын, өз келіншегімнің продюсерім. Ең маңызды. Так, давайте сразу. Бірінші сұрақ. Қандай қиыншылықтармен кездеседі жалпы адам? Мен мысалы үшін өзім бойдақ үйленбегенмін, да, и допустим для меня это на самом деле очень интересный ақпарат болуы мүмкін. Қандай қиыншылықтармен кездестіңіздер и қалай шықтыңыздар сол қиыншылықтардан? Жалпы именно отношения құралған кезде. Ең бірінші қиыншылықты айтсам бола ма мен? Который мен ойымда болған. Негізі біз екеуміз дым келісіп келген жоқпыз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, қазір мен өз ойымды айтамын, Мағжан өз ойын айтады. Жан сол үшін бірде айтайық деп жатыр. Жан деп жатыр. Солай ма деп қалжың. Негізі ең бірінші қыздар қазір әсіресе әйелдермен түсінетін шығар, өйткені біз әйелдер өте қатты сезімталмыз, біз сезіп қоямыз. Кез келген адамды, өзгерісті бәрін сезіп қоямыз да. Ең бірінші бізде үлкен бір андай соққы болған жағдай. Оказывается, тұрмысқа шыққанға дейін, үйленгенге дейін адамдар бір-біріне андай цветочный букетный кезең деп айтады ғой. Ой, күшті болады екен, оказывается, ана әсіресе ер адамдар деп жатсана. Андай бір-біріне көркем мінез, маскасы ашылмаған, лишь бы тұрмысқа шығып алу керек или үйленіп алу керек, болды сосын деген сияқты андай ше. Вот шынымен де біз қалай тұрмысқа шықтым, екеуміз үйлендік, отбасы болдық. Как будто екеуміз 2 түрлі адам сияқты болып, басында сондай бір сезімдер келеді. Шынымен де, жаным, болды, даже ол деген бір 2 айдан кейін, 3 айдан кейін емес. Сразу ғой, міне семейный жизнь басталды, как будто точно Мағжан ба, или точно Камила ма деген сияқты. Күйеуім өзгеріп кетті ғой деп. Или шынымен де сондай, мен ойымша, қазір көріп жатқан көрермендерде әркімнің басында сондай болды. Өйткені жүріп жүргенде қыз жігіт басқаша болады, оны мойындау керек. Ал вот үйленгеннен кейін, қосылғаннан кейін басқаша болады. Білмеймін, бір уверенность пайда болып қала ма, менде де ода, например, что болды, үйленіп алдық, енді любой зат айта берсек болады, любой сөз сөйлей берсек болады деген сияқты. Ең бірінші қиындық сол болған. Екеуміз бірден өзгеріп кеттік. Бұрынғыдай емес, бұрынғыдай бір-бірімізге деген андай көңіл бөлу, киноға бару, жаным күнімдеу деген бір сәтке тоқтап қалды. Как будто андай
цель үйлену керек болды да, болды сосын ары қарай цель жоқ сияқты цельге болып қалды. жетіп алдың, болды, Иә, одан иә, болды. кейінгі развитие тоқтап қалған Иә, сияқты. сол үлкен негізі проблема отношенияда сол ең басында. Даже кейбір паралар соған шыдамай сразу ажырасып кетіп жатады. Андай естідіңіз ба, өміріңізде білет, оказывается, мен адам емес екен деп ше. Иә. Оказывается, на самом деле мен адам емес деген болмайды өмірде. Сен адамың просто енді ойлаңызшы, екі бөлек адам қосылады, вечно бірге жүреді, бірге өмір сүреді да. Сендер бірге жұмыс жасайсыңдар. Еще бірге жұмыс жасаймыз, иә, сол болды. И екінші үлкен болған жаңағыдай, енді қазір сізде күшті бір разбор жасап бересіз деген ойдамын. Өйткені бірақ енді 2 жыл бойы разбор жасап келатсыз ғой бізде өзіміздің опытымызбен алған тоже инсайттарымызбен бөлісеміз. Екінші болған, вот үйленгеннен кейін ары қарай енді көп болады сияқты сылдырламай тұрмайды. Екінші болған ол бір-бірімізді түсінбей қалған моменттер көп болды басында әсіресе. Өйткені менің мінезім басқа, оның мінезі басқа, ол Шымкенттікі, мен Сарқандтікімін, менталитет екі бөлек, менің ожидание әсіресе ше, менің күйеу деп қойып алған ожидание вообще бөлек, а оның әйел деп қойып алған ожиданиесі вообще бөлек. Яғни тағы екінші үлкен бір проблема ол бір-бірімізді түсінбегендіктен и бір-бірімізді түсінгіміз келмегендіктен шыққан проблема. Міне, мен ойымша екі үлкен проблема осы, иә, басында. Біз уже 4 жыл болды ғой енді үйленгенімізге. Бірақ мен үйленген кезде енді сондай ұрыс керіс, бір-біріміз түсінбеушілік сразу басталып кетті да. Бірақ ол кездегі менің ойым 100% мен дұрыспын деп ойлайтын да. Өйткені менде реально бәрі әдемі, кәми қуып жатыр, короче, енді там Шымкентке үйрене алмай жатыр, білмеймін, біздің үйге келгенсін, басқа үйге келгенсін үйрене алмай жатыр. А мен өзімді идеальнымын деп ойладым да. А бірақ олай болған жоқ, олай болмай шықты. Кейін енді өзгердік, одан кейін мен өмірім қатты өзгердім. Ер адам ретінде де мен өмірімде қатты өзгерістер болды. Қазір оны осы бір разбор барысында Алла қаласа ашамыз деп ойлаймын жақсылап. Өйткені мен 100% дұрыспын деп ойлаған нәрсем бәрі дұрыс емес болып шықты. Одан кейін өз-өзім дамытып жұмыс жасауға тура келді. Одан кейін енді қазір Аллаға шүкір бізде бір мынау жақсы бір идеальный отбасыға деген қадамдар бастап, міне кәми екеуміз міне осы жылы өз-өзіміз бір-бірімізді түсініп, екеуміз бірге қарай алдыға қарай ұмтылып бара жатырмыз. Вот сол алдыға қарай ұмтылудың басты бір 3 инструментін айтыңыздаршы. Ең маңызды істеу керек деген нәрсе. Әр отбасы құрған адамдарға осы 3 нәрсені жасау керек деген нәрсе. Былай деп ойлаймын, біріншісі айттым ғой, менікі дұрыс деген нәрсені сәл шетке қоя тұру керек та. Что-то ұрыс болып жатыр ма, значит сенікі дұрыс емес қой, уже дұрыс емес та. И қарап көру керек, мен нені дұрыс жасамай жатырмын. Кішкене әйеліңнің де былайша айтқанда реальностына, оның ойлайтын ойына кішкене кіріп көру керек та. Мен не дұрыс емес жасап жатырмын. Значит, ұрыс болып жатыр, ол жерде точно сенде дұрыс емес. И кішкене сол нәрсені қарау керек. Анау нені алып тастау керек деп ойлаймын. 100% мен дұрыспын дегенді алып тастау керек. Ол бүкілінде болады, потому что ұрыс бар жерде, білейін, менікі дұрыс қой, неге олай болып жатыр деп ойлайды. Вот менікі дұрыс деген нәрсені алып тастау керек деп ойлаймын. И сосын енді ер адам ретінде өзіңе үңілгеннен кейін бүкіл, мысалы менде қазір өзгеріс қалай болып жатыр, жауапкершіліктің бәрі еркекте екенін түсінген кезде до мелочи үйде істелу керек, тамақ жасалу керек, кір жуылу керек, балаға қаралу керек, ақша табылу керек деген сияқты бүкіл до мелочи еркектің жауапкершілігі деп уже сен қабылдаған кезде бәрі басқаша болады. Уже әйелің саған еркелеу керек, еркелеп жүру керек, жаңағындай саған жан манау керек, мынау керек, бүкіл нәрсе нәзіктігін көрсеткенде сен жауапкершілік алған кезде сәл емес, кәдімгідей бүкіл нәрсе өзгереді да. Вот біріншісі мен 100% дұрыс, тек менікі дұрыс деген нәрсені алып тастау керек, жауапкершілік алу керек еркек ретінде. Тағы қандай инструмент айтуға болады? Үшіншісі, любой кезде отырып сөйлесу керек. Сөйлескен кезде болады, түсініспеушілік болады, сөзге кеп қалу болады, бірақ ер адам ретінде сен максимально әйеліңе по-любому түсіндіру керексің. Қалай оған ұнайтын вариантпен болсын, әйтеуір былай алып келіп, соңында дұрыс ақылдасып, дұрыс шешімге келу керек. Осы отырып сөйлескендегі конечный целің, келіншегің көңілін табу керексің. Қалай болсын, көңілін табу керек. Мен тағы бір екі не қоссам бола ма? Әйелдік көзқараспен, иә. Енді біз басында айттық, Мағжан екеуміз бірге дайындалып келген жоқпыз, әдейі, чтобы екеуміз де ойымызды толықтай айта алатындай. Инструмент шығардым еді. Енді мен тек қана қосам, дополнять етем, өйткені үшеуіне де келсем, осы үш инструмент ең басты біздің өмірімізге әсер етті. Өйткені
шынымды айтсам бұл жерде көбірек рөлді ер адамдар ойнайды Абдыр. Вот ол шынайы, өйткені біз әйелдер деп жүріп негізі ештеңеге әсер ете алмаймыз. Вот ер адам білет, бір өз орнын бүйтіп қойса, болды, ары қарай бәрі өзгереді да. Енді оны дальнейшем айта бастаймыз. Прогрев көп болып кетті ғой, дальнейшем деп ше. Менің қосатын екі нем, біріншісі ол ожиданияны алып тастау. Тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздарға да айтарым, ожиданияны мүлдем алып тастаңыздар. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін өмірім былай өзгереді. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін неше түрлі сериал көріп алғанбыз ғой, неше түрлі кино көріп алғанбыз, андай әйелдер бүйтіп ше, на самом деле ше, оның бәрі енді келеді, оның барлығы, бірақ командный жұмыста келеді. Тек қана әйел немесе тек қана ер адам ожидать етпеу керек, эгоист болмау керек қой, маған тек қана мынау керек деп. Яғни бірінші ожиданияны алып тастаңыздар. Сізге хайырлы қандай тағдыр берілді, өзіңіз қандайсыз негізі, сізге сондай ішіңізден, жан дүниеңізден қандайсыз, сіздің айнаңыз сізге келседі. Сондықтан да тұрмысқа шығардың алдында өзіңіздің жан дүниеңізбен көбірек жұмыс жасаңыз деп айтқым келеді. Ожидание қоймаңыз біреуге. Ол маған бүйту керек, сөйту керек, мен өмірім былай өзгереді деп. Сіздің қалауыңызбен, иншалла Аллах тағаланың қалауымен өміріңіз өзгереді. Яғни ожидание қоймау. Екіншісі кінәліні іздемеу. Вот ең керемет бір инструменттердің бірі ол кінәліні іздемеу. Өйткені бүкіл ұрысыз көбінде осы екі себептен басталады. Ең біріншісі адам ожидание қойып қояды да, содан кейін ол ожидание орындалмай қалды ғой, да? Бірден ұрыс басталып жатқан кезде болды, екеуі кінәліні іздейді ғой. Так, кім кінәлі? Мен қайтып мен оны кінәлі қылдырсам болады, немесе менікі дұрыс, оныкі ол кінәлі деген сияқты. Бір керемет бір актриса да, мировой актриса, мен ұмытып тұрмын қай кинода, атында ұмытып тұрмын, әйтеуір мироваяны, андай неде көп кинода ойнаған, сол айтады да, в чем ваш секрет дейді да, именно семья. Енді актрисалар, все-таки звездалардың отбасылы болу негізі қиынырақ қой кішкене, все-таки звезда болғаннан кейін көп енді ажырасып жатады. Ол кісі енді ажыраспағаннан кейін соған қарағанда, сондай сұрақ қойғанына қарағанда айтады да, наш секрет, біз кінәлі ұрсып қалсақ дейді, немесе ұрсатын жағдай болса, біз кінәліні іздемейміз дейді, біз бірден решение іздейміз дейді. Даже біліп тұрсақ та, кім кінәлі екенін біліп тұрсақ та, көзді жұмамыз, содан кейін бірден шешімді іздейміз дейді. И командный жұмыста бұл жерде. Сондықтан да ең бұл отбасылық жағдайда осы да бізде өзіміз күнде жұмыс жасаймыз, онымен біз айтпаймыз, ой, біз ожидание қоймаймыз, біз идеальный, ешкім кінәлі. Өйткені пенде болғаннан кейін енді инсан ғой, иә, қалай айтады, инсан деп айтады, ұмытшақпыз да біз. Мен қазір айтсам, мүмкін ертең ұмыт қалатын шығармын, сондықтан да ұмыт қалмай тұрғанда айта салайын деген ғой. Шынымен де ожиданияны алып тастаңыздар. Тұрмысқа шығайын деп жатсаңыздар, шықсаңыздар, немесе қазір уже отбасылы болсаңыз. Екіншісі, ни в коем случае ер адамда, әйел адамда кінәліні іздемеу керек. Даже балаларға да осыны қолдану керек та. Балаң бірдеме жасап қойды ма, оны кінәламады, оны бірге отырып команданы оның шешімін табуға тырысу керек. Машалла. Енді ол жерде мен қосып кетерім. Алла тағала бізді Құранда еркектерді қауам дейді да. Қауам деген күш деген сөз. Жалпы күш, да? Әйелдерді сақина дейді да, то есть әйелдерді спокойствие дейді да, бір андай бір тыныштық сезімі. Жалпы адамның бақытты сезімі қашан болады? Жүрекке тыныштық ұялаған кезде. Жүректе тыныштық болу үшін ер азамат пен әйел адамның екеуінің бір-бірінің қарым-қатынасы бағанағы қауам мен сақинаныкіндей болу керек та. То есть әйел отвечает за спокойствие, мужчина отвечает за силу. То есть теперь здесь такой очень важный момент есть. Қашан үйде спокойствие кетеді? Да, спокойствие, тыныштық состояние, уюта. Қашан кетеді үйде? Ең бірінші сигнал, үйден уюттың кетуінің ең бірінші сигналы ол ер адам өзінің жауапкершілігін ысырған кезде. Өзіне жауапкершілік алғысы келмей, сыртқа ысырған кезде, ол ағза сияқты ғой. Ер мен әйел ағза сияқты да, как один организм они работают. И сол кезде, мысалы үшін бір бауыры отказ беретін болса, екінші бауыр жұмыс жасау керек болады, оның парызы болады да уже. И біздің конструкциямызда жалпы Алла тағала сөйтіп бізді жаратуымыз бойынша сондай да. Егер еркек адам өзі бір ответственностьтен отказ беретін болса, әйел адам қаласа да қаламаса да ол жауапкершілікті алу керек болады. То есть содан кейін, на самом деле, бүгінгі күнде не үшін біздің қазіргі көзбен қараған кезде, жалпы айналамызда қарайтын болсақ, өте көп әйелдер достигаторствоға шығып жатыр. Өте көп әйелдер жалпы мужской характермен жүр да. Достигаторство деген нәрсе не запрещенная вещь для женщин. Никоим образом. Они могут достигать. Но проблема в том, что женщины достигают с мужской энергией, с вот этой силой достигают. Потому что мужчины передали эту ответственность. То есть они не захотели брать. И на самом деле, да, типа, ең басты
бақыттың, отбасылық бақыттың кілті алла тағала айтқандай, ер адам өзінің жауапкершілігін алса, әйел адам өзінің жауапкершілігін алады да. Действительно сондай. Бұл нәрсе жаңа жауапкершілікті сол ашу керек та. Енді менде қалай болды енді бізде Ками тоже енді жаңа достигатор ғой, бәрін жасайды, не қылады. Өзі жауапкершіліктің бәрін алып алыпты, мен істемей ақ қояйын деген сияқты ойлар келетін да. И сол кезде мен кейін енді ойландым ғой, 100% менікі дұрыс емес деген екен, уже ойланасың адам болған соң. И сол кезде түсіндім да, наоборот, мен жауапкершілікті өзім алмай тұр екенмін ғой. Содан кейін жаңағындай ол екінші адамға жауапкершілікті алу парыз болып қалады ғой. Ал Ками уже амал жоқ алғанда, Камидің ішінде хаос болып жатыр да, ол жауапкершілікті алған үшін қатты қиналып жатыр да. А мен былай ойлайтын, өзімен өзі бәріміз үшін жауапкершілік алып алдым. Ладно, онда істей берсін деп ойлайтын да. Оны қарап, оны наблюдать етіп жүрсем, Камидің ішінде хаос болып жатыр. Уже мен әйелімнен бір нәзіктік емес, бір еркек сияқты көріп жатырмын да. Уже что-то мынау не то, мына жерде мен уже точно кірісуім керек деген сияқты. Кейін уже жауапкершілік алып бастаған кезде вот әйелім кәдімгідей өзгеріп, тура сол Ками, бірақ уже нәзік бола бастады. Жаңағыдай жауапкершілікті уже мен алып бастадым ғой. Ал мен алып бастаған екен, уже өмірде өзгерістер бола бастады да. Вот жауапкершілікті, бірақ біз былай ойлап қаламыз, қойшы, өзі алып алған ғой жауапкершілігі, значит алып алдым, өзі істей берсін деп ойлап қаламыз да. А на самом деле өзің алу керексің да ол нәрсені. Бұл жерде енді әйел ретінде өзім де көзқарасымды айтсам, өйткені егер де адамдар осыны тікелей түсінсе, онша әйелдер опять ожиданиемен отырып қалады. Ал онша мен күйеуім алсын жауапкершілікті деп шандайшы. Енді бұл жерде айтып отырмын ғой, отношения ол командный жұмыс. Сен ожидать етпеу керексің. Ал мен подкастты естіп алдым, ал мен күтейін. Немесе подкаст тез-тез көрсетейін күйеуіме, ол тыңдасын да жауапкершілік тез-тез алсын деген сияқты жоқ. Жалпы бұл жауапкершілікті бір-бірімізге жаңағындай дұрыс бере алу қай кезде басталды? Бірге білім алған кезде басталды. Яғни мен де түсіндім, мен әйел ретінде қандай болуым керек екен, мен алдыма шығып кете бермеуім керек екен. Мен әйел ретінде әрбір сөздерімді дұрыстап айтып сөйлеп үйренуім керек екен. Яғни сенің қолынан келеді, қайта-қайта мен Мағжаннан любой затты алып алатын болған, әкел мен істей салам деп шандайшы. Даже өзім элементарно бутылканың не датты? Крышкасы. Мен үшін үлкен мотивация. Бетіп ашып, дәлелдепші, мен ашалам, мен әйелмін депші, мен мықтымын деп шандайшы. Немесе жаңағындай балалардың бір заттарын, немесе андай бір продуктыға барған кезде бір назло, бүкіл пакетті көтеріп дәлелдеп, оны мен көтер алам деген сияқты. Вот сондықтан да мен әйелдерге айтқым келеді да, что егер де күйеулеріңіз жауапкершілікті алған қаласаңыздар, сіздер де көмектесіңіздер сол жауапкершілікті беруге. Өйткені олар кімнен жауапкершілікті алады? Сізден жауапкершілікті алады. Ол халықтан жауапкершілікті алмайды, ол балалардан жауапкершілікті алмайды, ол сізден ғана жауапкершілікті алады. Болды, ол мамасынан жауапкершілікті алмайды, например. Ол сізден жауапкершілік алады, сондықтан да оның алуы жеңіл болу үшін сіз де өзіңіз бере алуда көмектесуіңіз керек та. Сол кезде осы моментте біріншіден тезірек жауапкершілік алу процесі тезірек болады, екіншіден өте керемет болады да, андай қиналыссыз, стрессіз, депрессиясыз. Өйткені кейбір әйелдер бар, до того, что жауапкершілік алып үйреніп қалған, олар бергісі келмейді уже. Олар ойлайды, мен берсем қазір, мен уже керек емес болып қалам деп ойлайды. Уже сондай оймен ойлап кетеді андайшы. Мен қазір жауапкершілік күйеуіме берсем, все ол маған андай, как будто күйеуі оған сол ақшасы үшін, значимость түсіп қалатын сияқты. Как будто ол ақшасы үшін немесе бір мықты болған үшін оны жақсы көретін сияқты. Кейбір әйелдер до того, что жауапкершілікті алып қойған, уже жауапкершілігін андай деп ойлап қалады ғой, андай. Сол үшін жақсы көреді деп ойлап қалады да. Сондықтан да кейбір әйелдер даже қиын береді жауапкершілікті. Все, менсіз қазір бұл семья құлап қалады, балаларым аш қалып қалады, күйеуім жоқ болып қалады деген сияқты. Все, мен тіреп тұрмын бұл семьяны деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде өте маңызды әйел адамға да навстречку шығу. Яғни, былай емес, тек қана әйел адам, тек қана ер адам жұмыс жасау деген жоқ бұл жерде. Опять же, команда деген, қайта-қайта команда деген сөз есіме түсе береді да. Яғни, ер адам жауапкершілікті алғым келеді деген бір действияны көріп жатсыз ба? Жай өзіңіздің күнделікті істеп жүрген андай жауапкершілікті алып жүрген әрекеттеріңізді басыңызда жай күнделікті әрбір әрекетіңізді беріңіз. Ол крышканы ашудан басталады. Ол деген жаңағындай бір ауыр затты көтерейін деп жатсаңыз, жаным маған ауыр болып тұр дегеннен басталады. Ол андай емес, ақшаны сен тап, мен үйде жатамын деген емес та. Мен басында сөйтіп ойлағам. Переход плавный дейсің бе? Переход өте плавный болу керек. Өте. Даже кейбір адамда бар ғой, мысалы 5 жылда, 10 жылда бәрін өстеп жүрген да, мысалы көріп алып, естіп алып бір білімді.
все радикально кетіп қалады да күйеуіне ананы болды сен істеу керек мынау сенің міндетің сенің жауапкершілігің дегенде күйеуі де түсінбей қалуы мүмкін ғой осы уақытқа дейін сен істеп жүрдің да и бүгін қалай ол демде ауысып кетті деген сияқты вот жаңа Ками айтып отқандай ол нәрсе жаңағы бутылканың крышкасын ашудан бастаған сияқты мелочьтан плавно переход болу керек мысалы ол приятно маған мысалы Ками мысалы оның алдында деп өзі істей беретін болса қазір кейбір нәрсе жан маған ауыр десе маған кәдімгідей приятно да алып кел деп өзім істеймін деп ше жаңағындай ол нәрсе де солай болу керек та мә мынау сенің жауапкершілігің ғой істе емес ол нәрсе бір еркелікпен бір нәзіктікпен болу керек сол кезде еркек ого деген сияқты былай бір өзін не қылып қалады да күшті сезініп қалады сол үшін де ол нәрсе плавно болу керек иә және де тағы бір лайфхакпен бөліссем бола ма мен өте көп байқаймын да жаңағыдай әсіресе біздің қазақтың семьяларында енді ол мен ойлаймын ол бір СССР-дан қалған сияқты кішкене андай бір достигаторство әсіресе әйелдерінен жоқшылық болды ол кезде күйеулері неде болды соғыста болды деген сияқты ше андай бізде андай бар да ерлерді кішкене өте қатты еркелетеді кішкентай кезінен бастап байқайсыз ба ұлдарды жаңағыдай ой ең жақсы ұлға қыз жарайды жаңағыдай сен мықтысың ұлыңды братишкаңды немесе ағаң демалсын деген сияқты немесе көп байқаймын андай ой әкең демалсын тыныш сөйлемеңдер үйтпеңдер бүйтпеңдер сразу андай жұмыстан келеді демал деп шандай ше и ондайды көрген қыз баладан не істейді ер адам значит всегда демалу керек ал мамасын көреді ғой мамасы всегда пахать етіп жүреді да ер адам всегда пахать ету керек деген сияқты ше негізі даже исламда да бар да Аллах тағала ер адамды қалай жаратқан ер адам жауапкершілік алған сайын оның күші мықты бола бастайды ол деген энергия деген ер адамда жауапкершіліктен келеді андайдан келмейді состояние тауға алып демалып қайту медитация жасау деген ер адамға одан энергия келмейді пожалуйста алданбаңыздар оған да айналып кетпеңіздер ер адамға жауапкершілік оған энергия оған қаншалықты көп жауапкершілік берді қаншалықты көп жұмыс берілді қаншалықты ода өмірінде шешетін заттар көп ойланатын ойлар көп болған кезде ода энергия деген бүйтіп жүреді андай ше мен қатты байқадым оны мысалы үшін мағжан жұмыстан бүйтіп келеді да и мен тоже жай еркелетіп жаным бүйту керек сөйту керек деп үйдегілерде де жаңағы балалармен бүйтіп бөліп жаңағыдай мысалы үшін қанша жұмыстан шаршап келсе де түнде балалармен игого ойнайды да игого деген жаңағы ат та ол кәдімгі физическая нагрузка ол екі бала үстіне мән алып игого ойнайды да и мен байқаймын мен деген дым жасамасам да уже түнде бүйтіп шаршап өліп жатамын да ал мағжан андай оған бір задание берген сайын бүйтіп энергия алады да андай ше яғни ер адамды әйелдер әсіресе ешқашан жан дүниелеріңізде аямаңыздар андай ой үйтсінші демалсыншы ой ол бүйтті ғой сөйтті ғой деп вообще жан дүниелеріңізде жүректеріңізді аямаңыздар иә сөзбен еркелетіңіздер жаным шаршадың ба давай мысалы енді жаңағындай дәмді шай дайындап берейін деген сияқты жоқ айтып отырмын ғой бұл жерде жоқ бұл жерде дұрыс түсіну керек та егер сіз жүрегіңізден аясаңыз ер адамыңыз ой осы вечно шаршап жүреді вечно жаңағыдай бұған бір андай жаңағындай енді егер аясаңыз ез болады еркегіңіз вот соны айтайын ал вот әйелдерге айтарым Аллах тағала бізді қалай жаратқан біз барынша демалған сайын барынша әрбір сәттен ләззат алған сайын бізге энергия келеді ал қаншалықты жауапкершілік алған сайын бізде энергия кетеді сразу бірден езіліп қаламыз ғой мен даже менің өзім который қазір қанша білім алып жатырмын иә мағжанмен бірге жауапкершілік беру деген сияқты енді біз енді айтып отырмын ғой қаншама жыл бүйтіп еркек сияқты болып қалғанмын ғой мен ше соның өзінде қазір кейбір моментте шаршап қалғанда мен түсінемін значит бір жерде жауапкершілік алып алыппын ғой деп ше значит бір жерде мен қиналып қалыппын ғой деген сияқты ше сондықтан да түсініңіздер ер адамыңыз мықты болсын десеңіз жүрекпен сеніңіз прям жүрекпен сеніңіз менің ер адамым мықты болады менің ер адамым ол не болса да ол миллиардер болады ол миллионер болады или там ол деген супер силач ол деген качок короче ол деген мощный деп жүрекпен сену керек ал жүрекпен сену үшін просто жүрекпен езбеңіз ер адамыңызды ал әйел адам спасать етпеңіз десей иә спасать етпеңіз вообще спасать етуден қалыңыз андай маған дайректен келеді да мен ер адам бір жағына шығып табыс тапқым келеді дейді да ойбай болды осы мәселеде былай ғой жауапкершілік деген еркектің жаңағындай үйдегі кір жуылуы ыдыс аяқ жуылуы тамақ істелуі бала қаралуы бүкіл иә үйде ақша табылуы
барлығы жауапкершілік ол еркекте да, оны еркек ол түсіну керек та. Енді мысалы әйелдер де оны былай радикально түсініп кетпеу керек та, осы нәрсе бүкіл жауапкершілік сенде, все киімді жуу, ыдысты да жуу емес, ол жерде вот командный ғой, бұл жерде жаңағындай жауапкершілік, алла тағала белгілеген жауапкершіліктен не артығырақ нәрсе, ол еще сыйластық та, ер мен әйелдің бір-біріне сыйласу, бір-біріне көмектесу да. И мен де түсінуім керек, мен үйге келемін, тамақ істелмей тұрса, енді бізде в основном енді солай ғой, тамақ істелмей тұрса әйел айқай естиді деген сияқты, неге тамақ дайын емес, неге кірім жуылмаған. Енді реально мен сондай едім өзімше. Мен бұрын солай ойлайтын, әйел там үйде кір жуу керек, әйел тамақ жасау керек, баланы қарау керек, киімін ауыстыру керек, бүкілін жасау керек. Біздікі рахат та, енді менің түсінігім бойынша сол кезде менде тек болды та бір табыс тауып келсем болды, сырттағы жұмыс істесем болды, қалған нәрсем бәрі әйелдікі деп ойлайтынмын. Бірақ осының бәрін енді өмірімізге исламды тереңірек зерттеген кезде бізде өмірімізде қатты өзгеріс болды да. Осы жауапкершіліктің барлығы еркектікі, менікі деп түсіну керек. Жаңа тамақ жасалу, үй жиналу, бүкіл жаңа айтып шыққан нәрсен. Үйге келдің, тамақ жасалмай тұрды ма? Значит, ол жерде ешқандай айқай шығарудың қажеті жоқ. Өйткені жауапкершілік изначально сенікі, білмеймін, тамақ организовать етесің. Істей алмайсың ба? Все, заказ бересің ба деген сияқты ғой. Жаңағыдай киімдер жуылмай ма? Жуатын адам табасың деген сияқты. Ол білмеймін, әйеліңді айқалап сенің міндетің, сен істе деген нәрсе емес. Бірақ түбінде түсіну керек, бүкіл үйдегі мелочқа дейін, ақша табуға дейін еркектің жауапкершілігі да. Бірақ оны түсінген кезде әйелің оны өзі-ақ ұйымдастырып қояды. Көп моменттер болады, мынандай жаңағындай екі адам бір-бірін сен мынандай бол деп қинап жүреді. Мысалы үшін сен сіз деп айт, даже элементарно сен орамал тақ деп те айтып жатқан адамдар бар, иә, даже элементарно, иә, например, жабық киін, мынаған бүйт жүрсін, сөйт жүрсін деп шандайша, или там күйеулеріңе бүйт, сөйт, мынандай бол, көркем мінез бол, немесе ананың күйеуі сияқты бол, ананың әйел сияқты бол деген сияқты. Негізі ондай солай сен бұлай істе деген адамды қатты напрягать етеді. Ол әйел болсын, ол күйеу болсын, қатты напрягать етеді. Әсіресе біреумен салыстырған, әсіресе жарайды. Әйелдерге ол қатты әсер етпесе, біз деген андай үйреніп қалғанбыз ғой, қатты бір нетпейміз. Вот ер адамдарға ол қатты әсер етеді, біреумен салыстырған. Ананың байы дейсіп бастаса бітті Мағжан деген, уже маяқына от деген шығып тұрады ғой, былайшандайша. И именно сіз деп осы қалай ол болды, соны айтқым келді негізі. Қалай ол болды, андай өз төбе. Осы жерде бір қосып өтерім бар. Иә, айта қойыңыз. Машалла. Жалпы Алла Тағала айтады ғой, Аллах не изменит вашего положения, сендердің жағдайларыңды өзгертпейді, өздерің өзгертпейінше дейді. То есть бұл жерде бағанағы біреуді өзгерту деген миссия, ол Аллаға қарсы шығу деген миссия. Неге? Өйткені ол тәпсірлеп қарайтын болсақ, егер асылын ашатын болсақ, бұл жерде Аллах бізді идеальны қылып жаратады да. Алдында, мысалы үшін, Алла Тағала ең бірінші жындарды жаратқан да. То есть адамға дейін бірінші емес, адамға дейін жындарды жаратқан, жындарды жіберген де жерге. И сол кезде жындар өздерінің жасаған жасады, өмір сүруін сүрді. Сонымен, одан кейін Алла Тағала екінші этапта адамды жаратады да. И адамды жаратқан кезде періштелердің опыты бар ғой уже жындармен. И сол кезде Алла Тағалаға сұрақ қояды періштелер. Я Раббым дейді, сен қазір жерде соғыс, андай бір раздор и войны жасайтын жаратылысты жаратып жатсың ғой, қалай бізден жақсы бола алады дейді. Ол қалай бізден мықты болды? Олар қайдан біледі ол соғыс не істейтінін ше? Өйткені уже адам таңдауы бар, жаратылыс ол жын еді да. Жындарда таңдауы бар еді да. Екінші таңдауы бар адам болғаннан кейін адамдарға да сондай бір не болды да, андай бір клеймо сияқты болып қалды да, короче. Періштелер сондай немен қарады да, андай сондай предвзятый взглядпен қарады да. И сол кезде Алла Тағаланың айтқаны, мен бұлардың ішіне рух салдым дейді. Бұлардың ішіне рух салдым, и бұлардың баланс ұстай алатын жағдайы бар дейді. То есть бұл адамзат, жалпы адам деген кім? Ол жерге наместник болып келген жаратылыста. И сондықтан егер елші болып келген жаратылыста. И егер мысалы үшін адам өзінің елші екенін сезінген кезде, адам Алланы да таниды. Алланы таныған адам ешқашан, Аллахым, я Раббым, сен бір нәрсені дұрыс емес жаратыпсың ғой, сенің орнына соны мен өзгертейін деген сөзді айтпайды. Бірақ енді қазіргі жағдайда қарайтын болсақ, біз сөзбен айтпағанымен ісімізбен сол нәрсені істегіміз келеді. Түсіндіре алдым ба? Шайтан сол нәрсені біздің миымызға сәл қиғаштатып жеткізгеннен кейін, біз біреудің өміріне келіп, Аллахым, сен өзгерте алмадың да. Сен тұра тұр, енді мен осыған кірісейін деген нәрсе уже запускысын алады да, өзінің рөліне кіре бастайды сол. И сол жерде уже адам адасу жолына отырады. Сондықтан өте маңызды нәрсе, Алла Тағала Құранда айтылған нәрсе, бізге прям
өздеріңді өзгертпейінше Аллах сендерді өзгертпейді дейді да. То есть бұл жерде біз түсінуіміз керек нәрсе, өзгеріс деген нәрсе тек қана адам мен Алланың қарым-қатынасында болатын нәрсе. Жеке менің Аллахтың қарым-қатынасында ғана болатын нәрсе өзгеріс. Бірақ менің треугольникта болмайды да. То есть мен мысалы үшін там біреуді өзгерткім келеді, сол үшін мен Алладан күш алып мен мынаны өзгертемін деген нәрсе жоқ да. То есть ол адамның ішінде желание пайда болады. Пайда болған кезде ол өзгереді. Біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз сол жерде өзіміздің кішкентай болса да ықпалымызды тигізу. То есть ол пример болу. Сендер егер өздеріңнің жолдарыңда бақытты болып жүретін болсаңдар, ол бақытпен адамдарды заражать етесіңдер да. Жұқтырасыңдар ол бақытты. И ол адамдар көрген кезде ол бақытты келіп сұрайды ғой, Камиль, Мағжан, сендердің отбасыларың қалай болып жатыр вообще деп ше. В чем секрет дейді. Вот сол кезде басталады өзгеріс. Потому что адамның өзінің миында сұрақ болмайынша, тумайынша, и ол действительно өзгеріске өзі келмейді. Запросы жоқ адамға барып айта берсең өтпейді дейсің ғой. То есть егер мысалы үшін адамның қолында өзгерту деген бір күш болатын болса, наверняка ол күш пайғамбарларда бірінші болатын еді. Көбірек болатын еді ол күш. Егер пайғамбарларда ол күш болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абу Талиб ағасы бар, Ибрагим алейхиссаламның әкесі бар, Лут алейхиссаламның әйелі бар, Нух алейхиссаламның әйелі бар, Асия анамыздың күйеуі фараон бар да, мысалы үшін ше. То есть Құранда өте көп бізге тарихи деректер келеді да. История көп келеді бізге. Адамды өзгерте алмайды деген дерек көп келеді. Жақындары дейсіз ғой. Әйтпесем Мұса алейхиссалам фараонның үйінде фараонның тәрбиесін алып өскен адам. Полный сол жерде кішкентайынан туғанынан өскенге дейін фараонның тәрбиесін алып өскен. То есть оның өзгеруіне ықпал тигізген тек қана Аллах. То есть адамды жалпы өзгертетін Аллах та. Болды, жалғастыра беріңіз. Мен қазір ойланып жатырмын да. Шынымен де жалпы осы сіз деген қай кезде мен жүрегімде ашылды, өйткені ойлаңыз, мен деген Мағжанды, енді мен қазір айтпаймын, идеально сіз деп айтамын, өйткені кейбір кезде сен деген кетіп қала берді. Енді қанша эгосы бар, анаусы бар, мынаусы бар, қанша жыл, 4 жыл сен деп айтып келе жатқан адам. Привычка ғой. Привычка ғой, уже андай сен десем, бірақ уже қазір жүрегім дүк ете қалады. Как будто ана Камила деп айтқан сияқты. Маған біреу Камила десе, жүрегім дүк ете қалады. Біреу емес, жақындарым. Ками десе уже нормально, мысалы үшін. Сондықтан да сөйтіп жаңағындай қай кезде болды, өте дұрыс айтасыз. Бір техника бар да, кешірім сұрау деген. Негізі біз адамға ренжи алмаймыз ғой. Біз адамға ашуланғанымыз, біз адамға жаңағындай жаман сөз айтқанымыз, адам жайлы жаман ойлағанымыз, оны біреумен салыстырғанымыз, барлығы үшін, өзіміздің ойымыз үшін, өзіміздің сөзіміз үшін, өзіміздің сезімдеріміз үшін біз адамнан кешірім сұрауымыз керек екен да. Вот сол кезде халалдасу болады екен, прикиньте. Андаймыз біз не істейміз, біреу жайлы жаман айтып аламыз да, бетіне де айтам деп отыра береміз ғой, мынандайша. Жоқ, бізде сол техниканы жасадық Мединада, жаңағыдай полностью осы 4 жыл бойы жаңағыдай енді екеуміз жылап алдық от души. 4 жыл бойы жиналған бүкіл мен Мағжанға көрсеткен агрессия, Мағжанға көрсеткен жаман мінездерім, даже көрсетпеген жаман ойларым үшін, Мағжан кешірім сұрадым да. Солай сұрадым, и оның барлығы Мағжан үшін болған жоқ. Мағжан жанында авторитетім өсіп қалсын, Мағжан жанында күшті әйел болайын, Мағжаннан кешірім сұрап нормально болайын, оның алдында, көз алдында деген ондай бір сәт ниет болған жоқ. Бәрі Аллах разылығы үшін болды. Аллах мені осы адаммен қосты. Аллах мені не үшін қосты, потому что мен де Аллахтың сүйікті құлымын, ал сүйікті құлына Аллах сүйікті құлын қосады деген сияқты. Сондай бір көзқараспен, как это я могла Аллахтың сондай керемет жаратқан сүйікті құлы, жаңағы құлын солай айтып, солай ғайбаттап, солай салыстырып, чисто сол үшін кешірім сұрадым да. Как это я могла деген сияқты. Вот көрінісі бар, грань бұл жерде. Егер опять же Мағжан үшін сұрақ кетсем кешірімді, күтіп отырам. Так, енді сен менен сұра деген сияқты. Қайда менің подаркаларым деген сияқты, қайда сен өзгергенің қайда деген сияқты. И жаңағындай толығымен басында ниетін жөндеп алдым, көп дайындалдым оның алдында. Өйткені бұл өте ауыр. Әсіресе күйеуіңе, жанындағы күйеуіңе айту солай кешірім сұраушы. Ойлаңызшы, жаным, мен сені кешірім сұраймын, сені ғайбаттағаным үшін деп айтып көріңіз күйеуіңізге. Ой, это вообще. Вообще, әйелім жоқ та қойсаңшы. Вообще айтып жатырмын да, ол негізі күйеуге ғана емес, ол деген ата-анамен, ол деген любой сен бір адамға ренжідің ба, сонымен жасайтын техника ғой енді. Үйшет ниетін жөндеп, прямо андай, Аллахым, тек қана сен үшін, сенің разылығың үшін ғана деп, чтобы андай ортадан ожидание кетіп қалмау үшін айтпаймын. Ойбай,
тонкая грань ана жерде ше айтшы ожидать етіп тұрасың ғой сразу ше андай мен кешірім сұра деп ше и жаңағыдай прям нетті жөндеп сол техниканы жасап біткеннен кейін айта салайыншы шок болдым ғой прикиньте сразу жасап бітіп енді ол жерде бүйтіп кешірім сұрайтын адамнан төмен отырасың бетпе бет емес бүйтіп жаңағыдай ше че там деп жаңағыдай ше төмен отырасың да и қарайсың да что түсінесің что астыдан қарайсың түсінесің что мен сенен жоғары емеспін деген сезімді беру керексің ол адамға любой адамға хоть алдында мамаң болсын не болсын мен сенен жоғары емеспін ол адам сол кезде тыңдай алады ода эго болмайды андай не үшін деген сияқты болмайды да вот сөйтіп жаңағындай айтып бітіп жаңағындай ең күшті қасиеттерін айтатын момент бар ол жерде сен күштісің күшті папасың күшті күйеусің сен шикарныйсың жақсы бизнесменсің и мақтайсың да шын жүректен бірақ андай содан кейін жаңағындай мойындайсың бұл барлығы мен ақымақтығымнан деген сияқты ше содан кейін жаңағындай и болдық техниканы жасап мен жүрегім прям жеңілдеп қалды ана жерде ше как будто шынымен халелдасып алған сияқты болдық та ана жерде ше өйткені реально ақы ғой негізі хоть кім болсын да бір уақыт шок болып қалдым Мағжан резко мен қолымды ұстады да алдыма отыра қалды да опять қарама қарсы сол техниканы жасап жүрді да мен ойламағанмын вообще мен ойламадым да олайша что Мағжан маған жасайды деп ше мен чисто менің ойым андай Аллах разы болсын я Аллахым осы күшті екеуміз күшті болайық жүрек солай бұрылып кетті да и мен өзімдікін сұрап алған кезде бұрқ ете екеуміз құшақтасып алып жыладық от души и жеңілдік сезім болды ғой одан кейін вообще шығамыз одан кейін мешітке бара жатырғанда жеңіл болып кеттік та кәдімгідей сезіледі анау потому что анау біреуге зависть біреуге жаңағындай ашуланғаның көре алмағаның бүкіл ана ренжігенің бүкіл ойлар жаман ойлар ауыр екен да негізі салмағы бірақ бізге ол как будто өмірде нормально болып кеткен неге өйткені ол жай жиналған ғой постепенно и сен сол ауыр немен жүре бересің да бірақ анадан кейін мен өзім жеңілдегенде как будто бір ұшып кететін адам сияқты жеңіл болып жүрдім да ол реально солай жұмыс жасайды вот как раз сол техникадан кейін вот честно айтайын как раз Абдыршит айтты да андай сендерден прям біз деген сезіліп тұр деп менің ойымша ол сезім сол Мединада жасадық одан кейін екі есе қатты болған сияқты Абдыр айтатын еді Абдыршит бұрын бірінші келгенде сендер мынау мен деген позициядан біз деген позицияға өтіңдер деген екеуміз қалай өтеді оған қалай өтеді деп жаңағындай біз и так біз деп жүрміз ғой бірақ бізде ол кезде мен деген нәрсе ұрып тұратын еді да и жаңағы Абдырашев бізге обратный связь беріп отыр да машалла осы сөйлесіп отырғаннан кейін сол кезде айтып отыр сендерден біз деген мы деген позицияға өтіпсіңдер деп сол обратный связь беріп отыр да ол нәрсені реально жаңағы кәме айтпақшы осы Меккеде біз Мединада жаңағы команда ретінде отбасы ретінде стратегия құрғаннан кейін жаңағы техниканы жасағаннан кейін бір бірімізден кешірім сұрағаннан кейін бізде анау эгоның бәрі ортадағы мен жасап жатырмын мен табыс тауып жатырмын или мен отбасын асырап жатырмын или білмеймін любой мен деген нәрсенің бәрі былай ұшып кетті да біз деген нәрсе келді да любой бір проблема бір ұрыс керіс болып қалса да уже біз екеуміз мен былай қараймын Ками былай қарамайды уже екеуміз де соған қараймыз да былайынан біз деген немен қараймыз да все қалай шешеміз мына нәрсені деген сияқты бұрын реально біз екеуміз екі жақтан қарайтынбыз сен өзіңе келіп жатқан проблеманы шеше бер мен өзіме келіп жатқан шеше беремін деген сияқты ал қазір бірден любой ударды бірге қабылдаймыз да все деген кезде мына өте жеңіл да өте жеңіл осы жерде мойындайыншы осы моментте честно қазіргі ударларды Мағжан менің жаныма тұрып қабылдап жатыр ғой андай емес мен айтпаймын қазір мен өзіме айтқым келіп тұрғанда жоқ өйткені әйел адам өте эмоциональный әйел адам біресе былай сол үшін ер адам осының басынан түсіну керек шынымен де әйел адам шынымен бүкіл жерден біз слабыймыз негізі өзіміз ойша мықтымыз деп алғанбыз на самом деле андай бізге енді қатты әсер етті Хауа анамызға да әсер еткен ғой енді шайтаншы білесіз ғой сіз ол историяны шынымен мен Мағжанға қазір мойындап айтамын ғой жаным маған әсер етіп жатыр деп Мағжан прям менің қасыма бүйтіп тұрып андай сезіледі сол андай все жаным давай бірге деген сияқты вот именно осы жаңа сөзімді аяқтай кетейін сол сіз деген сол техниканы жасағаннан кейін келді маған жүрекке келді жүрекке намаз келеді ғой Абдырашит жүрекке орамал келді қанша рет әзілдеп айттым ғой сіз деп сөйлемейсің ба деген кезде қумашы дейтін ғой вот өзім сол кезде бірінші рет Мағжанға айттым ғой жаным мен сені сіз деп айтқым келіп жүр бірақ маған қиын дедім сразу мен айтқан жоқпын все мен идеально өйтіп айттым мен айттым бірде маған қиын маған ауыр менің эгом жібермей жатыр но помоги мне дедім да чтобы мен саған сіз деп сен деп айтқансам бірақ маған ұрыс бермеші деп андай что сен деп айтқалдың деген сияқты тиісе бермеші деген сияқты андай и реально қазір жай
сізге жай келе жатыр. И именно осыдан кейін бір-бірімізді жаңағы түсініп, бір-бірімізді мойындап, кешірім сұрағаннан кейін өте жақсы техника негізі жасап көріңіздер. Мойындағаннан кейін бізде стратегия пайда болды, отбасылық. Бөліскім келіп отыр да. Бұл енді Аллаға шүкір, қазір міне әлі де біз даму үстіндеміз қатынасымыз. Бірақ дәл осындай қарым-қатынасымыз мен үшін 2 жыл бұрын миф еді да. Мынандай қарым-қатынасқа біз жетеміз деген нәрсе реально миф еді да. Мынау ішімнен ойлаймын, мына қатын өзгермейді. Мен өзіме қоймағанда фокус ше, мен өзгеруім керек еді да. Ол кезде бірақ мен өзгеруім керек емес. Ол кезде мен идеальныймын, бүкілі что-то не идеальный да. Сондай немен қарайтын да. Қазір бір нәрсе болса, значит айнала что-то біртүрлі болып жатса, значит мен өзімнен қарайын деп. Қазір бұрын фокус жұрттар өзгеру керек болса, қазір фокус жайлап өзіме қарады и өзімде өзгеріс болды да. Мынау отношениямыз, бір-бірімізді түсінісуіміз, ақылдасып жұмыс жасауымыз, команда болып жұмыс жасауымыз 2 жыл бұрын, даже 1 жыл бұрын мен үшін миф еді да бұл нәрсе. И бұл жерде өте қатты ескеретін зат бар. Қараңыздар, әр күн, әр күніміз біздің ол новый өмір да. И біз ешқашан бүйтіп ойламауымыз керек та, что міне біз білім алып алдық, короче, біз қазір идеаліміз, ертең де идеаліміз жоқ. Ертең сен басқаша болуы мүмкін, бүрсігін сен басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да бұл идеальный қарым-қатынасты ұстау деген, бұл деген күнде жұмыс, әр сәтте, әр минутта жұмыс, прикиньте. Андай емес, все, мен деген 1 рет кешірім сұрап алдым, болды, короче, болды. Енді өмір бақи осылай болады деп, ондай жоқ. Сондықтан да сіздер бұған подписались, например, сіздер отбасы болдыңыздар ма? Сіздер түсініңіздер, что сіз уже бір командасыз, артқа барар жол жоқ. Аллах тағала бізді бекер қосқан жоқ бір-бірімізге, бізде уже выбор жоқ, таңдайтын, что ажырасам. Негативқа выбор жоқ қой бізде. Тек қана позитивқа ғана выбор. Мына нәрсе қатты мотивация береді. Енді мен Абдрашевпен, біздің жеке психофизиолог докторымыз семейный болған соң ақылдасатынды кейбір моменттерде қатты ауырып кетеді. Блин, что-то мен келіншегімнің запростары өте үлкен, брат, что-то мен ақша негіз тауып жатырмын ғой, бірақ запростар үлкен, что-то білмеймін, мынау не то деген кезде маған Абдраш айтатын да, брат, Алла тағала, анау сен неден айтып едің ғой, бір сүреден жұптарыңмен жараттым. Сендерді бірдей қылып жараттым деген кезде. Сендерді бірдей қылып жараттым деп айтқан кезде, қалай деп мен сұрақ қоямын ғой. Брат, егер сенің әйелің запросы мынандай болса, сенің запросың одан да үлкен, просто сен жалқауланып жүрсің деген кезде, осы сенің потенциалың үлкен деген нәрсені маған жеткізуге қойшы деп жүрдім, мен реально мойындамай жүрдім. Бірақ осы потенциалың үлкен деген әңгімені қабылдау үшін де маған бір 3-4 ай ма уақыт кетті ғой. Қой деп Абдраш сегізді айтады маған, брат, саған жайдан жай мынандай үлкен потенциалы бар әйелді жайдан жай бермеген, осындай үлкен аудиториясы бар, үлкен там жұмыстарды істей алатын әйел. Значит, сенде одан 2-3 есе көп деген кезде сен бүйтін қойшы деп. Бірақ енді реально солай, Алла тағала ол жайдан жай қоспайды, бір-біріне бірдей адамдарды қосады. И сол кезде маған қатты сол нәрсе бір сенімділік беріп, значит, все, мен одан да күшті істей аламын деген сияқты бір жауапкершілікті алып, бір алға қарай жүрдім да. И сол моменттерде бір қиын болып жүрген кездер еді ғой былай отбасыда. И Аллаға шүкір, қазір осындай өзгерістер бар. Енді осы бүгінгі выпускымызды тәмамдасақ. Мощно. Так, бір жесткий, максимально рабочий инструменттерден, осының барлығын егер тоғытерлейтін болсаң, асылында бір 2-2 инструменттерден берсеңіздер. Не істеу керек? Не істеу керек жалпы? Мысал үшін, өз тарапымнан айтып өтейін, адамдар әртүрлі жағдайда болады. Әр кезде біз әртүрлі жағдайда өтеміз. То есть запрещать себе быть в каком-то настроении изначально провальная идея. То есть я никогда не буду грустный, я никогда не буду печальный деген изначально провальная идея. То есть мы всегда будем попадать так или иначе. По-любому түсеміз. Бір нәрсеге түсеміз, короче. Сол түскен кезде мұсылман деген кім? Түскен жерден тез шығатын адам. Дұрыс па? И сол тез шығудың техникаларын берсеңіздер. Техникадан бұрын просто өздеріңіздің өмірлеріңізден қалай шықтыңыздар? Да, бір-екі сөзбен, короче, типа адам өзінің өміріне, қазір мысал үшін кейбіреулер финансовый қиындықты да өттік. Отбасылық қиындықты да өтіп жатсыздар, мысалы үшін. Мен әлі жеткен жоқпын оған. Жеке, өзімен қарым-қатынастар. Мен біреуін айтайын, Ками біреуін айтар, бұлай қылу керек деп ойлаймын. Енді тағы рабочий не? Осындай болып жатады ғой, қиыншылық болған кезде. Қандай қиыншылық соны айтып өтсең? Мысалы,
мен камимен түсінісе алмай жатырмын, түсінбей жатырмын, ұрыс керіс болып жатыр, бір-бірімізді кінәлап жатырмыз, и одан кейін жалғыз қалып кетіп ойлана берудің ешқандай бір несі жоқ, өзіңмен бір ақылдасатын. Мен мысалы Абдрашитке біздің жеке семейный доктор болған соң смело барып ақылдаса аламын. Осындай болып жатыр, енді сен нейтрально қарай аласың ғой, айтшы деген сияқты мен ақылдасатын да. И өзім жатып алып, камидің анаусы дұрыс емес, анау, короче, кінәлап бытшын шығарып жібермеймін да. И бытшын шығарып жіберген кездер де болады, жата бересің, өйткені сен жалғыздың, біздің қазақ ата бабамыз жақсы айтып кеткен ғой, жалғыздың ақылы шайтан деп. И сен өзің жатсаң болды, кінәлай бересің. И сол кезде Абдрашитке барамын, Абдыр, короче, бүйтті, сөйтті, кейде енді айтып қоясың ғой, жаңа жалбыз етіп қоясың арасында. Бірақ Абдрашит всегда нейтрально көзде қарап, былай ғой, брат, негізі по идее мынау сен косягың ғой деген сияқты былш еткізеді негізі жақпайтын әңгімелерді. Бірақ кейде мынау сенің жауапкершілігің еді ғой деген сияқты түсіріп қояды да, есің деп есің жинап, все, өзгересің да. Вот ақылдасу керек әрдайым. Қасыңда бір сенімді адам болса, осындай білімі бар адам болатын болса, сонымен ақылдасу керек. Бұл енді рабочий, 100% рабочий схема ғой, былайша айтқанда. Ортама. Ақылдасатын адам. Орта, наставник, ақылдасатын адам, Я ол білімді болғанда өте абзал. Андай емес. Бұл қол осылап жамандайтын адам емес. Айттым ғой мен сондай деп па? Қатын ұнамайтын маған. Нейтрально қарай алатын дұрыс білімі бар, жаңағындай реально саған ұнамайтын ответті айтады да, былш еткізген кезде, ё-моё деп, неге айттың деген сияқты кейде ойлансың, бірақ реально ол нәрсе көмектеседі да. Мен өз атымнан айтатыным, оған енді кішкене көбірек білім керек, зерттеп көріңіздер, өйткені ол білім қазіргі таңда бар. Айтады, сол қатты бізге мотивация болды, Мағжан екеуміз есіміз бірден жиып аламыз, соны еске алған кезде ше. Жәннатқа тек қана ер мен әйел қол ұстасып кіре алады дейді да. Сен мамаңмен кіре алмайсың, қызыңмен, бала-шағаңмен кірмейсің, көршіңмен кірмейсің, лучший другыңмен қол ұстасып кірмейсің да. Сен тек қана әйеліңмен кіресің, ал әйел тек қана күйеуіңмен кіреді да. Ойлаңызшы, біздің конечный итог жәннатқа біз екеуміз бірге өстіп, иншалла қолмен кіреміз да, Алла қаласа. Енді прикиньте, сол бірге қолмен кіру үшін біз мына жақтағы да проблемалардан, сынақтардан, бұл сынақ әлемі деп айтады ғой, сынақтардан не істеуіміз керек? Осы бірге қол ұстасып өтуіміз керек. Конечный цельге жұмыс жасау керек. Түбіндегі цельге. Сіз ұмытып кетпеңіз, просто екеуіңіз екі бөлек кірмейсіз, өйткені по-любому сіз сол жақта сұраласыз да, по-любому. Не үшін сен ұстамадың сол кезде қолын? Не үшін сен ұстамадың сол кезде? Неге сен бір-бірін поддерживать етпедіңдер деген сияқты, элементарно. Вот бізге сол үлкен мотивация реально осы дүниелік жағдайда ол мынандай ғой, ұрсыз деген мынандай ғой, бізге мама да маған айтады, соны әже де айтады да, ұрсызсан дейді, по-любому сен махаббат оны жеңеді дейді да. Сен қойды 10 күн ұрсыз жүр, 11-ші күн дым болмағандай бір-бірін сүйіп өліп жүреді ғой, жаным күнім депші. Сондықтан да соны біл, сен қалай ұрыссаң да, не істесең де, екеуің соңында бірге қаласыңдар. Енді оны не үшін айтады, көп адамдарға оны айтпа, жаңағыдай, мамаңа айтпа, бізге айтпа, олар түсінбеуі мүмкін, бірақ сендер соңында бір-бірін түсінесіңдер дейді да. Олар кешіре алмай қалуы мүмкін да, сен кешіресің. Бірақ сендер бір-бірлерін кешіресің дейді да. Сондықтан да ең басты үлкен бізге прям техника біздің өмірімізде қолданып жатқан, біз ең басты целімізді ұмытпаймыз. Өмірімізде бір жаман бір жағдай болып қалды ма, біз цельді ұмытпаймыз. Тоқта, біз жәннатқа бірге қол ұстасып кіреді екенбіз ғой. Тогда давай осы жерде шешіп алайық, чтобы нормально кіру үшін деген сияқты. Біз ұмыт кетпейміз, что біз бір команда екенбіз. Өйткені біз до конца, до вечности, ойлаңызшы, келесі өмірге дейін иншалла Аллахтың қалауымен біз жәннатқа қол ұстасып кіреміз. Аллах не үшін бізді қосты на самом деле? Аллах бекер қоспайтын еді ғой. Мықты команда болатынымызды да біліп қосты Алла Тағала. И сол жерде енді ары қарай бізден де әрекет жасалып жұмыс жасалып. Ол жерде мынандай емес қой, идеальна команда бола саласың деген. Сондықтан да осы цель андай болмасыншы, бірге үй аламыз, главный цельші. Главный цель, ол деген осы өмірдегі армандарды, ол по-любому иншалла болады, армандаңыздар. Бірге үйге жетіп аламыз, или там бірге машинаға жетіп аламызбен шектеліп қалмау керек. Ең конечный цель, иншалла бірге қол ұстасып жәннатқа кіріп, Аллахтың фирдаус дәрежесінде бірге Аллахқа керемет, жаңағындай Аллахпен керемет деңгейде кездесеміз деген сияқты. Вот сол цель осы өмірде сіздерді үлкен мотивациямен алып келеді. Топовый. Жалпы ең басты менің айтқым келетін нәрсе, адам екенімізді ұмытпайық. Адам екенімізді ұмытпау үшін біздің екі айнамыз бар. Бірінші айнамыз ол жауапкершілік айнасы. Адам деген ол бұл дүниеге елші болып жіберілгеннен кейін бізде өте үлкен жауапкершілік бар. Өзімізге, ортамызға, айналамызға, жануарларға, итмышық барлығына, ауаға дейін
бізде жауапкершілік бар. Сол тараптан кететін үлкен нелер бар да, заңдар бар да өзінің, мысалы үшін ысырап, ауа ысырабы деген сияқты нәрселер бар да. Вот сол жағын, жауапкершілік жағын ұмытпауымыз керек. Екіншісі, Аллах бізді инсан қылып жаратқанын ұмытпауымыз керек. То есть то, что мы ошибаемся, мысалы үшін адам намаз оқып біте салып арасында ауа жібермей, сөз жібермей, сразу айтатын сөзіміз не? Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. То есть Аллахтан сразу кешірім сұраймыз. Неге? Өйткені біз қателесеміз. Өйткені біз жасап қоямыз, күнә қаламасақ та жасап қоямыз, қателесеміз. И сол үшін өз-өздеріңізді жеп тастап, езіп жерге тастап жібермеңіздер. Үмітсіздік деген ең жаман нәрсе. Сол айтқым келген сол. Адам екенімізді ұмытпасақ, екі жақта да баланс ұстай білейік, иншаллах. В общем, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Каждые 10 дней будет выходить выпуск. Будет очень невероятно полезно, потому что гости очень крутые. Всем удачи, всем до свидания.